мазалап, атыңызды айтып, көмекке шақырса, ол жерден дереу қашыңыз. Себебі бұл скинволкер болып шығуы мүмкін. Сәлем достар, мистер Жансыздың әңгімелері арнасына қош келдіңдер. Бүгін мен сендерге скинволкер кім? Ол қандай жерлерде мекендейді? Оның қабілеттері қандай? Және топ 5 камераға түсіп қалған скинволкерді айтатын боламын. Сендер видео басылмай жатып арнаға тіркеліп, видеоға аямай лайктарыңды басып отырыңдар. Ал біз бастаймыз. Жүрегі әлсіз адамдар өлбесін. Навахо тайпасының сенімі бойынша скинволкер осыдан бірнеше ғасыр бұрын шыққан. Оны кезінде наллоши деп айтқан. Әрине айтуға қиын, бірақ сіздер үшін айтып отырмын. Ал оны қазақша нұсқаға аударғанда кез келген тіршілік иесінің кейпін көшіре алатын зұлым құбыжық. Достар, бұл атау өте қатты қорқынышты. Менің өзім достар осы есімді естігенде денем тітіркеніп кетті десек те болады достар. Қатты қорықтым, шыны керек. Жалпы айтқанда скинволкер ауыздан ауызға тараған аңыз десек те болады. Себебі бұрын Навахо тайпасында кез келген адам бір тіршілік иесін көрсе, оны скинволкерге ұқсатқан. Ал ол ауыздан ауызға тарап, скинволкер деп көп тарап кеткен. Кез келген қауіпті тіршілік иесін көрсе, оны скинволкер деп ойлаған. Әрине бұл ақымақтық деп ойлаймын. Жалпы достар, скинволкер кім екенін білген шығарсыздар. Ал енді оның қабілеттеріне тоқталайық. Оның бірінші қабілеті достар, кез келген тіршілік иесінің бет-бейнесін көшіру. Ол оның басты қаруларының бірі десек те болады. Бірақ достар, басты қаруы ол басқа. Оны сіздер кинен көретін боласыздар. Жалпы айтқанда достар, ол кез келген тіршілік иесінің бет-әлпетін көшіре алады. Мүмкін ол сіздің туысыңыз, немесе сіздің қасыңызда асырап жүрген мысығыңыз, немесе итіңіз болуы мүмкін, немесе қасыңызда отқан адам да болуы мүмкін достар. Жалпы достар, ол бет-әлпетті көшіргенмен сіздер ойлайтын шығарсыздар достар, ол мені қоласа жете алмайды деп. Бірақ достар, қателесесіздер, әбден қателесесіздер. Ол достар көлікпен де қатты жүреді. Жалпы айтқанда скинволк өте жылдам жүреді десек те болады. Оның жылдамдығы Lamborghiniдің жылдамдығынан кем емес десек қателеспейміз достар. Бұл артық емес. Әрине достар. Ал оның достар ең айлакер қабілеті ол оның даусында. Достар, скинволкерлер адамның әртүрлі тіршіліктердің дауыстарын көшіре алады. Мүмкін ол сіздің ініңіз болып, мүмкін ол сіздің мысығыңыз болып, мяулап шақыруы мүмкін. Яғни айтқанда бір қауіп төнген жағдайға ұқсат. Ол кезде жай барақат адам естиді. Түк ойында жоқ адам скинволкердің айласына түсіп, яғни айтқанда тұзағына түсіп достар, скинволкердің даусына ілініп қалады. Достар, бұл скинволкердің өте керемет үш қабілеті, одан да бөлек қабілеттері бар десек те болады. Ал енді достар, біз скинволкердің қай жерде мекендейтінін айта кетейік. Жалпы айтқанда достар, скинволкерлер шөлді далада, адам жер бетінде адам аяқ көп баса бермейтін жерлерде өмір сүреді деген деректер де бар достар. Оның достар нақты мекен етеді-ау деген жерлерін мен қарастырып іздеп көрген болатын. Ал енді оларды атап өтейік. Бұл скинволкермен нені байланыстырады? Жаңа айтып өткеніміздей достар, Навахо тайпасы осы Аризонада бұрында өмір сүрген деген деректер бар. Өздеріңіз білетіндей, скинволкер Навахо тайпасынан шыққан десек те болады. Нью-Мексико. Бұл жерде достар үнді адамдарда мекен етті десек те болады. Яғни айтқанда ежелгі адамдар. Сол деректер бойынша достар скинволкер жайлы аңыздар көп қалдырылған. Яғни айтқанда скинволкер өзінің ізін қалдырып кетті десек те болады. Ал енді достар, Юта штаты. Бұл скинволкердің нағыз үйі десек те болады достар. Себебі Ютада өте көп жағдай жасалған. Және бұл жерде скинволкердің іздерін де табуға болады. Ал достар, біз скинволкер топ 5 бейнеге түсіп қалған кезге де жеттік ау. Ал достар, енді жүрегі әлсіздер көрмесін, бірақ лайктарыңды басып, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз достар. Ал біз бастаймыз. Бұл жерде достар, иесі үйінде жалғыз. Және оның итіне қарасақ, ол өте қорқынышты көздермен иесіне қарап тұр. Әрине достар, бұл көзқарас сіздерді қорқытпайды ма?
ойлап көріңіздер достар, сіздер үйлеріңізде жалғызсыздар. Жалпы достар, кейбір жануарлар адамдарға көп қарай бермейді достар, яғни айтқанда тікелей қарай бермейді. Ал бұл ит достар адам сияқты өз иесіне тесіліп қарап тұр. Бұл скинволкер болуы әбден мүмкін достар. Сіздің үйлеріңізде қандай жануар бар? Комментарияға жазып кетейік. Бұл жерде достар камераға түсіп қалған адам кейпіндегі скинволкер. Иә достар, мен жаңағы айтып өткенімдей скинволкер адам кейпіне де ене алады. Мінекей достар, камерада қарасақ бізден екі қызды скинволкер алып кетеді. Әрине достар, бұл жерде сіздер адам деп ойлауларыңыз әбден мүмкін. Бірақ бұл жерде қарап көрдіңіздер достар, ешқандай физически достар адамның денесі жай адамнан қарағанда 2-3 есе үлкен болмайды достар. Әрине ана камерадағы бейнеге дұрыстап мән берсек, ана жердегі адам өте қатты алып. Бұл жерде достар тағы да бір адам денесіне ауысқан скинволкер. Иә достар, сіздер қателеспейсіздер. Бұл жерде достар студент қыз өзінің үйіне жайғасып жатыр, және де ұйқыға жатқан болатын. Ал одан кейін достар не болған білесіздер ме? Ол ұйықтайын деп жатқанда біреу оны сығалап тұр. Иә достар, ол үйінде жалғыз, бірақ кенеттен бір дыбыстармен оянып кетеді, және оны ашық есікпен тұрған адам кейпіне енген бір құбыжық сығалап тұр. Иә достар, қыз ештеңе демейді. Ол шок күйінде қатып қалды десек те болады, ал скинволкер жай ғана сәлем дейді. Иә достар, сәлем деген сияқты. Қараңыздаршы достар, бейнеге достар дұрыстап мән берейік. Иә достар, қайтадан адам кейпіне енген скинволкер. Бұл жерде достар бір жасөспірім балдар заброшкада жүреді, және сол заброшканың бір тесігінен қарағанда бір тылсым дүние ана жақта қарап тұрғандай алыстан. Ал енді ол атып жүгіріп келеді достар. Жаңа айтқанымдай достар, скинволкер өте қатты жылдам. Сондықтан ол балаға тез жетіп алуға тырысады. Ал қуанышқа орай достар, бала қашып үлгереді. Ал достар, ең қорқынышына келіп жетті. Бұл әйелдің достар иті бар. Жалпы айтқанда бұл ит қарапайым ит. Бұл бейнеде достар, бұл әйел өзінің итіне командалар береді. Және ит бұлжытпай орындайды. Әрине, браво достар, браво. Иті бұлжытпай орындап тұр. Өте керемет. Бірақ бұл жерде ең қорқыныштысы, ит ешқашан бұндай командаларды өмірінде үйренбеген. Иә достар, ешқашан өмірінде бұндай затты көрмеген Лаура әпшеміз шок күйінде қалады. Және одан кейін ол құрбысының үйіне тез кетеді. Тоғыз өмірге хабарласады және құрбысының үйіне асығып кете жөнеледі. Құрбысының үйіне келіп, қайтадан полиция келем дегенше күткеннен кейін полициямен үйін барып үйді тексерсе, бұл жерде ешқандай ізде жоқ және бағанағы ит ізі жоқ. Иә достар, бұл өте қатты қорқынышты. Себебі мұның иті тылсым бір дүниемен байланысқан сияқты. Өздеріңіз ойлап көріңіздер. Оның иті скинволкер ме? Немесе бір сәйкестік пе?